Кеш жарық, қадірменді оқырмандар, қадірменді көрермендер. Бүгін дәрісімізді жазу, бейне жазбамызды жазу оңай болмай жатыр. Техникалық себептер. Мына кешкілік уақытта Фейсбукта парақшасында немесе осы ютубта үлкен жүктемелер болатын секілді. Сондықтан қайта үзіліп кетіп жатыр. Мынада бір рет үзілген болатын, осы тұрғанда тағы үзіліп жатыр. Сонымен біз ойымызды қайта жалғастырғымыз келеді. Енді дәрістің тақырыбы айтып өттім, Әбілқайыр хан бейнесі, немесе Жапандағы жалғыз ағаш, және Әбілқайыр ханның аузынан шыққан, аузымен айтылған көне моңғол тәмсілін талдау. Ол тәмсілді біз шартты түрде бір басты мың құйрықты немесе мың басты бір құйрықты жылан туралы миф деп алып отырмыз. Жалпы Әбілқайыр хан дегенде бұл тарихта екі атақты Әбілқайыр хан бар. Бірі Шайбани Әбілқайыр хан, екіншісі 318 ғасырдағы 300-дің ханы Әбілқайыр хан. Біздің Әбілқайыр хан деп қоймызға да болады. Осы 300-дің ханы Әбілқайыр туралы әлі күнге дейін кереғар пікірлер көп. Оның басты кереғар пікірлердің туындайтын себебі Әбілқайырдың Ресейге бодан болған оқиғасын осы Әбілқайырмен байланыстырады. Енді және екінші бір жағынан біздің көптеген ғалымдарымыз, тарихшыларымыз Әбілқайырдың тарихи орнын, тарихи миссиясын дұрыс объективті бағалау керек деген позицияны ұстанады. Бұл орайда жақында денеден өтіп кеткен марқұм Ирина Ерофееваның Әбілқайыр туралы фундаменталды зерттеуі шыққандығын деп ойлаймыз. Сол еңбектен кейін, сол зерттеуден кейін көпшілік Әбілқайыр сатқын деп жүрген көпшілік шамалы саябырсыған секілді. Дегенмен де әлде де осы мәселе айтылады. Біз бұл мәселеге келе араласқымыз келмейді. Оны тарихшылар өздері қабылдай жатар. Біз филолог ретінде Әбілқайырдың образын, Әбілқайырдың ел арасындағы бейнесін талдағымыз келеді. Қазақ фольклорында Әбілқайыр туралы бірнеше аңыздар бар. Бұл әсіресе Шақшақ Жәнібекке байланысты айтылатын аңыздарда кездеседі. Бұл аңыздарда Әбілқайыр жасына жетім қалып, жалғыздық көріп, содан кейін Шақшақ Жәнібектен қолдау тауып, қасына жігіттер жиналып, хан тағына отырған хан ретінде айтылады. Сондықтан біздер Әбілқайырдың бейнесі халық арасында таза классикалық билеушінің образын беретін классикалық аңыздар, классикалық әпсаналар қатарында деп есептейміз. Ал біздің осы ойларымызды біз Абай Кезет порталында Жапандағы жалғыз ағаш деген тақырыппен мақала берген болатынбыз. Бұл мақаланың сілтемесі осы дәрістің тақырыбында тұр. Сол мақаланы Атырауда Тайсойған атты сайт Жапандағы жалғыз тал және Әбілқайыр Баһадүр хан деп берген екен. Екеуі бір мақала екеуі. Сол мақаладан алуға болады. Сосын дерек көздер ретінде біздер казахско-русские отношения беріп отырмыз және алтыншы ежелетті моңғолдың көне құпия атты кітаптың бір үлгісін беріп отырмыз. Осы арқылы оқырмандар толығырақ танысып алады деп ойлаймыз, соған сенеміз. Ал өзіміздің тарапымыздан келетін болсақ, біздер мынандай ойды айтқымыз келеді. Біріншіден, Әбілқайырдың бейнесі, Әбілқайыр бізде даңқұмар, таққұмар ретінде айтылады. Біздің тарихшылар айтатын. Енді Шыңғыс тұқымынан сіз қараңыз, кім таққұмар болмады.
өйткені Шыңғыс тұқымының Шыңғыс ханның тұқымында отбасында дүниеге келген кісі түбінде хан болмаса, билік құрмаса, ол хан сұлтан емес. Оның миссиясы солай. Сондықтан бұл жерде оның даңқ құмарлығын, тақ құмарлығын біз кемшілік деп санамауымыз керек. Енді қазіргі заманда өзіңіз қараңыз, карьера деген сөзді айтады біздің көп психологтарымыз. Карьераңызда сол түптеп келгенде тақ құмарлық емес па. Жай сипалап қана жылы жауып қоямыз бүркемелеп. Бірақ карьерада түптеп келгенде биліктің болу, басшы болу деген мағынаны білдіреді. Сондықтан бұл тұрғыдан біздер бұл мәселені күн тәртібінен алып тастауымыз керек. Құмарлық, даңқ құмарлық ол Шыңғыс тұқымының қанына біткен нәрсе, оның миссиясы. Сөз осымен тәмам. Ал егер ол таққа ұмтылмаса, даңқ құмармаса, өте қойшы болып, жылқы бағып жүре беруіне болады. Бірақ Шыңғыс тұқымы ондай тұқым емес, соны жақсы білу керек. 13-ші ғасырдан бастап бұлар даланың бірден бір билеушісі атанды. Сондықтан оның қанында сондай зат болмаса, оның төре тұқымының азып кеткендігі білдіреді. Біріншіден енді неге даңқ құмар болды? Немесе неге Әбілқайыр осындай таққа ұмтылды? Біріншіден Әбілқайырдың таққа ұмтылуының өзінің табиғатынан біткен, болмысынан біткен таланты бар еді. Ол ең біріншіден ол батыр, бахадүр. Оның Әбілқайырдың өзінің жаңағы өрінде де бар, бахадүр Әбілқайыр хан деп атайды. Себебі бұл батырлықпен көзге түскен Шыңғыс тұқымы. 18-ші ғасырда, жауынгершілік ғасырда батырлықпен көзге түспесең, батырлықпен атың шықпаса, хан тағына келе алмайтын еді. Жоқ саған хан тағы. Себебі заман талабы солай еді. Сен батыр болып елді жауға қарсы ұйымдастырмасаң, қазақтың тағына отыра алмайсың. Бұл 17-ші ғасырдан бастап, қазақ хандығының құрылғаннан бастап өзі осылай болып келе жатыр. 17-ші ғасырдағы еңсеге бойлы ер есімдер, Салқам жәңгірлер, Тәуке ханның өзі де батырлықтың көзге түскен. Олардың бәрінде бахадүр деген есім бар. Абылай хан 18-ші ғасырдағы. Сондықтан бұл Әбілқайыр батыр болды. Және қазақ халқының немесе қазақ хандығының жоңғарлармен болған шешуші шайқастарының басшысы болды. Екі мәселені айтып кету керек. Бірінші, 1713 жылы болған Қарақұм құрылтайында, құрылтай оқиғасы, мұнда Әбілқайырды қазақ қолдарының басшысы етіп, бассардар етіп, Табын Бөкенбай сайланып, қазақтар жоңғарларға соққы береді. Бұл кезеңде де Әз Тәуке ханның қартайған тұсы болатын, Әз Тәукенің билігі әлсіреді, ал жоңғарлардың керісінше шабуылдары қатты күшейді. Адам Бошоқты бастаған осындай кезең болды. Сол кезеңдерде Арал теңізінің солтүстік жағында, арқа жағында, Қарақұм деген жерде қазақтың батырлары, билері, хандық сұлтандары бірігіп құрылтай жасап, сонда жаңағындай Әбілқайырды басшы етіп тағайындады. Ерофеева марқұм бұны Әбілқайырды хан сайланды дейді осы уақытта. Бәлкім хан сайланған ол дұрыс қой деп ойлаймын. Себебі құрылтайдың бір құрылтайдың бір функциясы ол ханды сайлау. Енді осы Қарақұм оқиғасына байланысты Ирина Ерофеева, Табын Бөкенбай батырдың Гавердовскийдің жазып алған жазбалары арқылы әлім баласы немесе әлім руларының ақсақалдарына жазып алған аңызды келтіріп тамаша не жазған. Бұл Табын Бөкенбайдың жалын сөзі қазақтарды жігерлендірген. Себебі сол құрылтайда ақылдасқан кезінде біреулер жоңғар қонтайшысымен келіссөзге барайық десе, енді біреулері батысқа қарай жылжиық, қырмасайық, жайғасайық, еділ асайық деген, енді біреулері
жаңағы күреседі. Мына күресті бастаған кісі осы Табын Бөкенбай. Оның жалынды сөзі қазақтың құрылтайға жиналып алған хан сұлтандарының, батырларының жігерін қайраттандырып, сөйтіп қазақтар Ақбоз атты сойып, хандарын қолға алып, жауды тазартайша жаңағы жанымыз құрбан дегендей анттасып жауға аттанады. Сөйтіп мына Бұлант өзенінің бойында Қалмаққырған деген жерде Әбілқайыр бастаған қазақ қолдары жоңғарларға тойтарыс береді. Сөйтіп мына арқа бойын қалмақтардан тазартады. Жалпы қазақтың үлкен даласы бір бөлігі солтүстік өңірінде, бір бөлігі оңтүстік өңірінде, бұл бір жайлау, бір қыстау. Егер осы көшпелі ел үшін бұл өте маңызды еді. Қыстау мен жайлауды ұстап отыру қазақ секілді көшпелі елге өте стратегиялық маңызды нәрселер. Сондықтан біздің жеріміз өте кең болған. Бұл кең жер үшін қазақтың батырлары соғысқан, жаулармен соғысқан. Арқа бойын қалмақтар жоңғарлар тартып алған болатын. Сөйтіп шығыстағы жоңғар мен батыстағы еділ қалмақтардың арасындағы үлкен күре жол осы Сарыарқаның үстінен өтетін болған. Оның белгісі ретінде қазір сіздер археологтар айтып жүр. Мына Қарағандыдағы Қызылкеніш орны, Ұлытауда өтетін жолдар, Қалмақ жолы деген жолдар осы қалмақтың екі бауырлас, бір ұлттың немесе екі бауырлас халықтың бір-бірімен қатынайтын жолы болған. Осы өңірде Әбілқайыр Қарақұм құрылтайынан кейін тазартады. Қарақұм құрылтайының маңызы осында өте зор. Қарақұм құрылтайын кейде Қаракесек құрылтайы деп атайды, себебі Әлім баласы Қаракесек тайпасының жерінде өткен. Сондықтан бұл ал енді Қаракесектің орта жүзде жүргендігін, кіші жүзде жүргендігін байқайтын болсақ, осы кезеңдерден бастап бір бөлігі Қаракесектің бір бөлігі Арғын тайпасына өтіп, Қаракесек атанған секілді. Енді оның көп жағын біздің тарихшылар қарастырады ғой деп ойлаймыз. Жалпы бұл жерде қазақтың орта жүз, кіші жүз, ұлы жүз деп бөлігінде хан сұлтандардың әкімшілік реформаларын, әкімшілік территориялық реформаларын біз ешқашан естен шығармауымыз керек. Өкінішке орай бізде ондай деректер жоқ, қандай әкімшілік реформа жасаған. Бірақ қазақ хан сұлтандары қазақ ру тайпаларын бөліп өздеріне әкімшілік территориялық жаңағы бөліктер жасаған. Ол факты, ол факты деп айтамыз, бірақ оның талдау бізде өкінішке орай әлі жоқ. Егер осы талдаулар жүретін болса, біраз нәрсе бізге түсінікті болады ғой деп ойлаймыз. Қазақ руларының ішінде бір кіші жүзде жүрген рудың орта жүзде жүрген кіші жүзде жүрген, ұлы жүзде жүрген, біз осындай әкімшілік территориялық реформалардың немесе бөліністердің әсері деп айтуымызға болады. Ал енді осы Қарақұм оқиғасына кейін Әбілқайыр үлкен таққа үміткер бола бастайды. Өткен қартайған Әліс Тәукенің енді Әліс Тәукеден кейін хан тағы хан сайлау болатындығы сөзсіз, бірақ Әліс Тәуке дүниеден 1717 жылдар шамасында дүниеден өтті деп есептейді. Осыдан кейін хан тағы Әбілқайырға бұйырмайды. Бұл Әбілқайырдың көңіліне қаяу салады. Сөйтіп біздің Әбілқайырдың Қарақұм оқиғасындағы қалмақтардың жеңудің еңбегі бағаланбайды. Екінші бір бағаланбаған тұсы Әбілқайырдың бұл Ордабасы құрылтайында кейін болған оқиға. 1726 жылы Ордабасы құрылтайы болып, сол Ордабасы құрылтайында қазақтың хан сұлтандары мен билері тағы да Әбілқайырды қазақ қолының басшысы етіп тағайындап, Аңырақай соғысында, атақты Аңырақай соғысында жеңіске жетеді. Осы соғыстан кейін де Әбілқайыр енді хан тағы маған бұйырады ғой деп ойлайды. 13 жылғы Әліс Тәукеге дейін әлі Әбілқайыр жас болып көрінсе, енді мінекей 26 жылғы Ордабасы оқиғасы мен Аңырақай шайқасынан кейін бұл кәнігі саясатшы, кәнігі басшы ретінде қалыптасты. Бірақ тағы да
хан сайлауда біздің хан сұлтандарымыз жәдік ұрпағына, Жәнібек ханнан тарайтын жәдік ұрпағына хан тағын бұйырып, өзге ұрпағынан шығатын, елеусіз ұрпақтан шығатын Әбілқайырды хан тағын бермейді. Қазіргі ұғыммен айтсақ, бұл таза сайлау болмады. Жаңағы таза сайлау болғанда, жаңағы еңбегіне бағалап, ерлік бағалаған сайлау болмады. Сондықтан Әбілқайыр осы хан сайлауынан кейін өкпелейді, морт кетеді, сөйтіп өзіне тиісті тайпаларды, руларды, батырларды алып, қазақ даласының батыс өлкесіне қарай бет бұрады. Бұл жақта ол еділ қалмақтармен, еділ жайық бойындағы жайлап жүрген қалмақтармен соғысып, Орал тауларының етегіндегі башқұрттармен соғысып, қазақ өлкесінің батыс бөлігін жаудан тазартуға атсалысады. Осы орайда ол орыс патшасына бодан болуға хат жазады. Бұл бодан болғанда протекторат ретінде, яғни саяси серіктес, қамқорлық алу, басыбайлы құл емес, басыбайлы бодан болу емес еді. Себебі Әбілқайыр бұл жағдайға амалсыз бар. Өзі соғысып жүрген қалмақтармен башқұрттар Ресейдің қол астында отырып, осындай зорлық көрсетіп отыр. Сөйтіп олармен кеңесу үшін, олармен тең сөйлесу үшін Әбілқайыр осындай саяси жағдайға барды. Әбілқайырдың еңбегі бұл жерде өте зор. Әбілқайыр Жайық өзенін, осы соғыстардың арқасында Әбілқайыр Жайық өзенінен қалмақтарды ығыстырып шығады, башқұрттарды ығыстырып шығады, қазақтарды арғы бетке асырады дегендей. Міне осы сондықтан Әбілқайырдың айтатын сөзі бар. Ақыр заман болғанша енді қазақ Жайықтан айырылмайды деп. Міне осы сөздің астарында үлкен оқиғалардың ізі жатыр деп есептейміз. Жайық үшін үлкен қанды соғыстар болған. Ал енді қазір сол Әбілқайырдың төккен қандары, Әбілқайыр хан бастаған баһадүрлердің төккен қандары қазір қазақ баласына үлкен табыс көзі болып отыр. Жайық бойында, Атырау бойында біздің мұнай байлығымыз сол жақта жатқандығы жақсы білеміз. Атырауда біздің Қазақстанның мұнайлы астанасы деп отырмыз. Сол осы орда Әбілқайырдың еңбегін еш уақытта ұмытуға болмайды. Әбілқайырдың еңбегін, оның қасындағы батырлардың мәрттіктерін ұмытуға болмайды. Міне осы Әбілқайыр осылай батысты өлкені тазартып жүрген, жаудан тазартқанда Ресей бодандығына сүйенді және өте саясаткер, өте мықты, өте шапшаң қимылдайтын, тез шешім қабылдайтын Қызуқанды хан болды, Қызуқанды билеуші болды. Бұны орыс деректерінде жақсы жазылған, Неплюевтің айтқандарында, Евклевтің айтуларында да. Бұл орысқа бодан болуды да Әбілқайыр жалғыз өзі шешім қабылдады. Әрине, өте сенімді батырлармен бірге ақылдасқаны сөзсіз, бірақ ол шеңбер өте тар болды. Сөйтіп бұл хат жазып, Ресейден Евклев бастаған Ораз Мұхамбеттің тұқымы, баяғы Одан сұлтанның баласы Ораз Мұхамбеттің тұқымы Евклев елші болып келген кезде қазақтың билерінің, батырларының кейбір көбісінің ашуланып жүргені, Әбілқайырға билер кеңесін алмадым, билермен ақылдаспадым деп ашуланатын себебі сол. Бұл тұстарда Әбілқайыр жалғыз шешім қабылдады деп айтуымызға болады. Хан сұлтандардың арасында. Қарақалпақтан шыққан билер, батырлар емес, хан сұлтандардың арасында. Енді осы Әбілқайырдың осындай қасиетін, осындай билеушілік харизмін білген патша үкіметі оны әлсіретуге тырысты. Сөйтіп Барақ сұлтан, батыр сұлтандарды оларға айдап салды. Өзінің хандары, Шыңғыс тұқымы. Сол ақырында Барақ сұлтан Әбілқайырды Қабырға өзені, Өлкей өзеніне келіп құятын Қабырға өзенінің Өлкейге құятын сағасында Әбілқайырды өлтірді.
Міне осындай трагедиялық сипаттан аяқталды. Сол Әбілқайыр өзі айтқан екен, дейді, мен өлгенде қай жерде өлсем, сол жерге денем жерленді деп. Сондықтан сол қайтқан жерінде ұрпақтары оны жерлейді. Қазір Әбілқайырдың бейіті Өлкей өзенінің бойында. Соңғы жылдары оның басында үлкен кесене тұрғызды. Сакралды географияның тізіміне енді бұл бейіт, Әбілқайыр бейіт. Бір қызығы, сол Әбілқайыр сол жерге жалғыз бейіт орналасады. Кейін ол бейіт үлкен қорымға айналады. Ал мына Ералы Сұлтан бастаған балалар Әбілқайырдың басына көптеген талдар отырғызады. Соның ішінен бір талғана, бейіттің жанынан шыққан бір талғана жаңағы өсіп жайқалады. Сондықтан өмірде қалай жалғыз болса, Әбілқайыр о дүниеге де аттанғаннан кейін де оның бейіті жалғыз болды. Басына шыққан талда жалғыз болды. Сондықтан Жапандағы жалғыз тал немесе Жапандағы жалғыз ағаш деп образдап айтып отырғанымыз біздің осы мәселеде. Сондықтан бұл Әбілқайырдың тағдыры осындай трагедиялық сипатта аяқталды. Оның енді қандай қиындық көргені, қандай шешімдер қабылдағаны оның өзіне немесе бір Аллаға аян. Ал біздің айтпағымыз сондай тарихи сәттерде әділетсіздік көру, сондай тарихи сәттерде жалғыз жүріп шешім табу оңай болмағандығы сөзсіз Әбілқайырға. Бұл қазақ билеушілерінің арасында өте бір талантты билеуші болды, баһадүр болды. Мына атақты Абылайдың айтатын сөзі бар. Екатерина екіге жазған хатында 1771 жылы өзінің 300-нің хан болғандығын хабарлап жазатын хатында айтады. Менің туыстарым Әбілмәмбет пен Әбілқайыр мен Әбілмәмбет өлгеннен кейін хан болу кезегі маған тиді деп. Міне осы тұрғыдан қарағанда Әбілқайыр өз заманында қазақтың өте бір беделді билеушілерінің бірі болды. Енді ойымыздың екінші бөлігіне көшкіміз келеді. Онда Әбілқайырдың аузынан шыққан бір тәмсіл мақалды айтқымыз келеді. 1742 жылы тамыз айында Ор бекінісінде Орынбор генерал-губернаторы Неплюев қазақ хан сұлтандарымен келіссөз жасайды. Осы келіссөз жасаған кезінде Әбілқайыр Неплюевке қарап мынандай бір ой айтады, сөз айтады. Ол онда бір ноғайдың, ескі ноғай мәтелін келтіреді. Онда былай дейді Әбілқайыр, енді ол орысша жазылған, қазақша, орысша тексте мәтінде мен дәрістің тақырыбына ұсындым. Онда мазмұны мынандай: баяғыда бір жылан болды, бір басты 1000 құйрықты жылан болды дейді. Бір басты 1000 құйрықты жыланның күнге кіруі өте қиын болған екен дейді. 1000 басты бір құйрықты жыланның күнге кіруі қиын екен дейді. Ал бір басты 1000 құйрықты жыланның үнге кіріп кетуі оңай екен дейді. Міне сөйтеді, егер патша үкіметі қолдау көрсетсе, өзінің қазақ хандарының бір тізгінге бағынып, өзінің әміріне, немесе өзінің айтқанына көнсе, соған жәрдем берсе дегендей жаңағы ниет білдіреді. Осы мақал бізде көне ноғай мақалының түп-төркіні сонау түркі-моңғол дәуіріне кетеді. Шыңғыс ханның ғұмырнамасын баяндайтын «Моңғолдың құпия шежіресі» деген кітап бар. Сол моңғолдың құпия шежіресінде Менгүтэ деген шешен Шыңғыс ханға қосылмақ болған ниетте келеді. Сол келген кезде өзінің ниетін былай деп баяндайды: бір далада бір баста 1000 құйрықты жылан болған екен дейді. Және екінші бір жылан болыпты дейді сол далада. Оның 1000 басы бір құйрық болды дейді. Бір күні сол даладан арба өткен кезде бір басты 1000 құйрықты жылан үнге кіріп кетіп аман қалыпты.
Ал мың басы бар, бір құйрығы бар жылан күнге кіре алмай арбаға басылып өлді дейді. Сөйтіп, сол осы сөздерді айта келіп, Шыңғыс ханның қасына жиналып, жаңағы хан бас болып, бұлар құйрық болып, бірге күш жинайық деген ойды айтады. Міне байқап отырсаңыздар, 13-ші ғасырда айтылған тәмсіл 18-ші ғасырда Әбілқайырдың аузынан қайталанып отыр. Демек, бұл не нәрсені білдіреді? Демек, ертеде қазақ фольклорының көне бастауы көне түркі моңғол дәуіріне кететіндігін білдіреді. Қазақ аңыздары ертедегі дәуірдің елесін сақтағанын білдіреді. Мінекей жаңағы моңғолдың құпия шежіресінде айтылып жүрген тәмсіл Әбілқайырдың ханның аузымен айтылып отыр. Демек, ол да 18-ші ғасырда ондай әңгімелер өте көп болды. Өкінішке қарай біздің фольклорлық жазбаларымыз 19-шы ғасырдан бастап хатқа түсе бастады, жаппай жазыла бастады. Біздің көп деректері, көп айтылған аңыздар, тәмсілдер, мақал-мәтелдер ұмытылып кетті. Егер дәл сол 18-ші ғасырда жазылған болса, көп нәрселер бізге жететін еді. Бұл енді бір өкінішті жағдай. Дегенмен де біз осы мақалды айта отырып, біздің фольклорымыздың түп-төркіні түркі дәуіріне баратындығын еске салғымыз келеді. Және ол еске салғанда, мінекей нақты тарихта болған оқиға Әбілқайырдың аузынан шыққан сөз және жазбаға хатталған сөз. Бұл ешбір бұндай мысал, мен ойлаймын, өте сирек кездеседі қазақ тарихында, немесе қазақ фольклорында да бұл өте сирек кездеседі. Сондықтан бұл мәселе біздің қаперімізде ерекше жүруге тиіс деп ойлаймыз. Жалпы қазақтың бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару керек деген бірлік үшін айтылған сөздері, осындай оқиғалар, сөздердің әрбір оқиғаға немесе бір тәмсілге байланыстырып айтылған сөзсіз, өкінішке орай оның көбісі бізге жетпеген. Бірақ мінекей мың басты және бір басты мың құйрықты, немесе мың басты бір құйрықты жылан туралы аңыз біздерге жетіп отыр. Әрине Әбілқайырдың аузынан шыққан сөз аудармашылар жазғандықтан қысқартылып, жаңағындай орыс тіліне аударылғаннан кейін мағынасы ғана беріліп, түп мәтіні сақталмаған. Егер түп мәтіні сақталған болғанда, немесе сол жазба қазақша түскенде, тура қазақ тіліне түскенде, бәлкім одан да тереңірек мән мағына біздер алар ма едік. Бірақ бұл бәрі өкінішке қарай деген сөзіміз осы ойымызға жарасатын секілді. Біз Әбілқайыр ханның осы айтылған сөз арқылы үлкен билеуші болғандығын, Шыңғыс тұқымдарының арасында ертеден келе жатқан сөздердің ерекше сақталғандығын болжауға болады. Және Әбілқайырды біздер халқымыздың өте бір дамықты пайдаланушыларының бірі деп санауымыз керек. Сондықтан біздер бүгінгі осы бір кешкі дәрісімізді аяқталғымыз келеді. Күндіз бастап, мінекей кешке зорға техникалық себептермен зорға аяқтап отырған жайымыз бар. Бұл алдағы уақытта тағы да осындай мысалдарды біз сіздермен бірге талдайтын боламыз. Көңіл қойып, ден қойғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.